Саламатсыңдар ма балалар? Тәрбие сағатымызды бастаймыз. Тәрбие сағатымыздың тақырыбы әке ер, шеше жігер, бір үйдегі екі кемеңгер. Отбасындағы тәрбиесінде ата-ананың балаға тәрбиелеп ықпалын арттыру. Тәрбиенің ең тамаша жері бұл отбасы екені. Олардың бала тәрбиесіндегі мүмкіндіктерінің жоғары екенін, баламен қарым-қатынасты жақсарту, бала тәрбиесіне көп көңіл бөлудің маңыздылығы. Ата-аналарға адам өмірінің тамаша жақтарын жүзеге асатын бұл адамның ең басты шаттығы болып саналатын, баланы өсіріп өмір сүретін, соны екі адамның толық отбасын құраудағы дүниеге шыр етіп нәресте келгенде ғана отбасылық толық отбасы болатындығы. Қазіргі таңда ата-ананың бірінші мақсаты бала тәрбиесіне көңіл бөлу. Ата-ана бала тәрбиесіне көңіл бөле алмай қалмау керек. Бала тәрбиесі отбасынан басталады, отбасында қалыптасады. Бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі демекші, жақсы жаман әдеттердің бәрін әке-шешеге қарап тәлім-тәрбие алады. Үйдегі ол әкеге қарап, қыз шешеге қарап өседі. Сіз ұлыңыздың немесе қызыңызды тек қана өзіңіз ата-аналық қуанышыңыз үшін ғана дүниеге әкеліп тәрбиелеп жатқан жоқсыз. Сіздің отбасыңызда болашақ елдің азаматы, болашақ қайраткер, болашақ күрескер өсіп келеді. Адамдық негізі ол әйел. Ана отбасының ұйытқысы. Ананың аялы алақаны, күлкісі, мейірімі, ыстық жүрегі, мейірімді көздері, махаббаты, жан жылуы керек. Әрбір ата-ана, әке-шеше оны дұрыс түсіне білу керек. Бала болашағымыз, асыраушымыз, бауыр етіміз, көмекшіміз. Бала үмітіміз, өміріміздің жалғасы. Ғалымдардың айтуынша, баланың таңертеңгі ұйқыдан қандай көңіл күймен тұруы бүкіл бір күндік көңіл күйіне әсер етеді екен. Сондықтан да әке-шешенің отбасындағы тәлім-тәрбиесі бала үшін өте қажет. Әке деген биік шыңы адамның, әке деген тірегі ғой ғаламның, әке деген бойында аққан қаныңда, шыққан тегің ол негізің жаныңда. Әке тірек, ана жүрек, бала тілек. Бала бақшадағы гүлің, оны тәрбиелеу үлкен ғалым. Ана жарық сыйлаған жан екенсің, ана шуақ шашатын таң екенсің, ана өмір, ана бақыт, ана жүрек деп соққан жүрегімнің әні екенсің. Әке қымбат әрине, ол қамқоршы жанұяға әр үйге. Отан үшін, жанұя үшін, мен үшін аямайды не өмірін, не күшін. Ана жарық сыйлаған жан екенсің, ана шуақ шашатын таң екенсің, ана өмір, ана бақыт, ана жүрек деп соққан жүрегімнің әні екенсің. Ата-анаңа не қылсаң, алдыңа балаң келтірер. Атаға қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер. Ана сүтін ақтамағанды ешкім мақтамайды дейді. Міне дүниеде ең бірінші ананың қадірін білу керек. Ананы құрметтеу керек. Ана сүтін ақтамағанды еш уақытта ешкім мақтамайды дейді. Міне ананы құрметтеп, ананы сыйлау әрбір адамның парызы және борышы. Әр уақытта әке-шешемізді, үлкендерді құрметтеп,
сыйлап, айтқандарын істеп, үлкендерге тек қана ізет көрсетіп, сол кісілердің жолымен, ақылымен, ақыл-кеңестерін тыңдап, тек сол кісілерден жақсы қылықтарды бойымызға сіңірейік.